Біз вазелин туралы не білеміз? Ол қандай зат? Қалай пайдаланамыз? Видеоны соңына дейін көріп, вазелиннің қайталанбайтын қасиеттері туралы біліп алыңыз. Қол жетімді әрі әмбебап косметикалық өнім вазелин ерте кезден қолданысқа ие. Оны түрлі жағдайларда қолданып келеміз. Вазелинді ең алғаш 1859 жылы америкалық ғалым Роберт Август Чесбро ашқан. 1870 жылы вазелин атауы патенттеліп берілді. Вазелин майын көбіне ерін жарылғанда жағамыз, алайда вазелиннің одан өзге пайдалы тұстары бар. Вазелин суда және спиртте ерімейді. Ол тек медицинада ғана емес, металдарды коррозиядан қорғауда және электротехникалық өнеркәсіпте қолданылады. Ең тиімді тұсы, оны кез келген дәріханадан қолжетімді бағаға алуға болады. Осы орайда вазелиннің күнделікті өмірде қолданылар пайдалы тұстарын ұсынамыз. Тері ауруы мәселесінде медициналық тәжірибеде вазелин майы іш жүргізетін және сыртқы қолданыстағы дәрі ретінде тамшы немесе маз түрінде қолданылады. Ал теріге қатысты қиын мәселелер туындағанда шамалы дәрі-дәрмек алып, вазелинмен жақсылап араластырып, артынан теріңізге жақсаңыз, теріңізде оң нәтиже байқайсыз. Кірпікті ұзартады. Егер кірпігіңіз қалың әрі ұзын болсын десеңіз, түнде жатар алдында кірпігіңізге вазелин жағыңыз. Аптасына 3 рет қайталап жағып тұрсаңыз, бір айда оң нәтиже байқауға болады. Тұмаумен ауырғанда, тұмауратып ұзақ ауырғанда, мұрын айналасындағы тері қызарып тұрады. Осы сәтте вазелинді мұрныңызға жағар болсаңыз, бұл мәселеден тез әрі оңай құтыласыз. Әтір иісі тұрақтылығы үшін, сүйікті парфюміңіз теріде барынша ұзақ сақталуы үшін, құлақтың түбіне, білекке және басқа да әтір шашатын жерлерге аздап вазелин жағып қойыңыз. Сонда әтір суыңыздың иісі тәулік бойы жоғалмайды. Бет әрлеу сәтсіз шыққанда, макияж жасағанда ойдағыдай шықпай қалатын кездері болады. Сол сәтте бәрін жуып, басынан бастау шарт емес. Мақта таяқшасына вазелин жағып, артық тұстарды өшіріп тастаңыз. Сырғаны ауыртпай тағуға көмектеседі. Құлағымызға сырғаны біршама уақыт тақпасақ, құлақтағы сырға тағу орны кішірейіп қалады. Немесе құлақты жаңадан тескен кезде де қайтадан сырға тағарда құлақ ауырады. Қатты ауырмас үшін құлаққа вазелин жағып, артынан сырғаңызды таға берсеңіз болады. Жараңыз асқынбайды және жазылады. Қазіргі таңда вазелиннің бірнеше түрі бар. Медициналық вазелин, таза, теріні жұмсартатын және жараларды емдеуге қолданылатын вазелин түрі. Ол гипоаллергенді, балалар мен ересектер үшін қауіпсіз. Косметикалық вазелин, ерін бальзамдары, бет пен денеге арналған кремдердің құрамында болады. Ол теріні ылғалдандырып, құрғаудан қорғайды. Техникалық вазелин механизмдерді майлау үшін, ал металл бөлшектерді коррозиядан қорғау үшін қолданылады. Ароматталған және боялған вазелин парфюмерия және косметика өнімдерінде қолданылады. Түрлі хош иістендіргіштер мен түстер қосылады. Фармацевтикалық вазелин дәрілік жақпа майлардың негізі ретінде пайдаланылады. Вазелиннің түрлі салаларда қолданылатынын білдік. Егер шашыңызды бояйтын болсаңыз, алдын ала теріңізге вазелин жағыңыз. Сонда шаш бояу теріңізге жұқпайтын болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Деніңіз сау болсын. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.